Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге организмге ең қажетті витаминдердің дефицитінің белгілері туралы айтамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Витамин дефицитіне алып келетін себептер: біріншісі ішектің зақымдалуы. Ішек зақымдалған кезде витаминдер сіңімділігі төмендеп, сәйкесінше дефициті пайда болады. Екіншісі өттің дұрыс бөлінбеуі, немесе өтке хирургиялық операция жасалған кезде. Өт бөлінбеген кезде майда еритін витаминдер А, Д, Е, К сіңімділігі төмендейді. Сондықтан сізде өтпен проблема болатын болса, міндетті түрде осы витаминдердің деңгейін тексерткеніңіз дұрыс. Үшіншісі, рационда витаминдердің аз болуы. Қазіргі кезде топырақтың да құнарсыз болғандықтан біз күнделікті қолданып жатқан көкөністер, жеміс-жидектердің құрамында витаминдер жеткілікті түрде көп емес. Сондықтан организмдегі витаминдер дефицитін тек қана көкөністер, жеміс-жидектер арқылы толтыру қиын болып табылады. Енді витамин дефицитінің белгілеріне тоқталсақ, біріншісі тырнақ пластинкасындағы ақтақтың болуы. Бұған себеп цинк дефициті, оған алып келеді рационда тез сіңірілетін, яғни рафинирленген көмірсулардың көп болуы. Сондықтан рационнан көмірсуларды шектеу керек. Екіншісі майлы тері және терідегі безеулер. Оған себеп цинк дефициті және организмде, әйел организмінде андроген гормонының деңгейінің жоғары болуы. Андроген гормоны деңгейінің жоғары болуы белгісі синдром поликистозных яичников. Әсіресе ол инсулин деңгейі жоғарылаған кезде де дамиды. Сондықтан міндетті түрде рационнан тез сіңірілетін углеводтарды шектегеніңіз дұрыс. Үшіншісі терінің құрғауы және жарылуы. Әрине оның себебі көп. Йод жетіспеушілігі болуы мүмкін, яғни гипотиреоз кезінде, және В тобы витаминдері, оның ішінде В2, В3 тобы, В2, В3 дефицитінен болады. Сондықтан В тобы витаминдерінің дефицитін толтыруға тырысыңыз. Тері саулығына витамин Д-ның да маңызы өте зор. Әсіресе қыс мезгілінде қолымыз, бетіміздің жиі жарылуына себеп күннің көзі болмағандықтан осы уақытта көп адамдарда витамин Д дефициті болады. Төртіншісі терінің қабыршақтануы, яғни шелушение, мұрын ұшбұрышы және маңдай аймағында болады. Оған себеп омега-3-тің аз болуы. Рационда омега-6-ның көп болуы омега-3 деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Біз күнделікті қолданып жатқан сұйық майдың, яғни рафинирленген сұйық майдың құрамында омега-6 көп. Ал омега-6 көп, ол омега-3 деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Сондықтан тамақты күнделікті қуырған кезде ГХ кокос майына қуырған дұрыс болып, қуырып пайдаланған дұрыс болып табылады. Және омега-3 бұл балық майында көп болғандықтан рационға балықты да қосу керек. Созылмалы жөтелі бар науқастарда көбінесе кальций дефициті байқалады. Кальцийді кешке қабылдаған дұрыс. Кальций иммунитетті көтереді және тамақ бұлшықеттерін босаңсытады. Карбонат кальцийге қарағанда лактат кальций сіңімділігі өте жақсы. Қызыл иектің және мұрыннан жиі қан кету витамин С дефицитінің белгісі. Витамин С дәріханадағы синтетикалық түрі аскорбин қышқылы емес, аскорбат натрий немесе липосомальды витамин С-ның түрін қолданған дұрыс, солардың сіңімділігі жақсы болып келеді. Түнде және қараңғыда көру қабілетінің төмендеуі, бұл куриная слепота деп аталады. Мысалы, сіз машина айдаған кезде, жаңбырлы күндері қараңғыда жолды көрмеуіңіз мүмкін. Бұл витамин А дефицитін білдіреді. Витамин А көбінесе көкөністерде болғандықтан, витамин А дефицитін тек қана көкөністерді қабылдап толтыру қиын. Себебі көкөністердің құрамында витамин А-ның активті емес түрі бета-каротин бар. Ал витамин А-ның
активті түрі ретинол, ол жұмыртқа сарысында және сары майдың құрамында көп. Білесіздер, витамин А майда сіңірілетін витамин болғандықтан, егер сізде витамин А дефициті болатын болса, бірінші өттің бөлінуін жақсарту керек. Сосын витамин А өттің бөлінуін жақсарту керек. Аяқ қолдың жиі ұюы В12 витаминінің дефицитін көрсетеді. Сондықтан, егер сізде аяқ қолыңыз жиі ұйитын болса, онда В12 дефицитіне анализ тапсырып тексерілген дұрыс. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.